Жиі жеп тұрыңыз, бұл ағзаны тазалайды. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Біз күнделікті тұтынатын кейбір азықтар ағзаны сапалы түрде тазартады. Негізінде жаман әдеттер, дұрыс тамақтанбау, экологияның нашарлауы ағзаға кері әсер етіп, улы заттардың жиналуына себеп болады. Ағза уланған кезде адамның сыртқы келбеті өзгереді. Шашы түсе бастайды, тырнақтарының күйі нашарлайды, үлкен дәреттің шығуы бұзылады. Егер өзіңізде осындай белгілерді байқасаңыз, дереу мынандай азықтарды жеуді бастаңыз. Алма. Ол жеміс ағзаны токсиндерден тазалайды, ал шырыны вирустық инфекциядан қорғайды. Егер тұмаудың белгілері байқалса, күнде алма шырынын жеуді әдетке айналдырыңыз. Жемістің құрамындағы пектин ағзадағы ауыр металды шығарып, токсиннен тазалайды. Одан бөлек ішек құрттарды шығарады. Несеп шығару жолдарын емдейді, бауырдың жұмысын жақсартады. Алма нәрлі заттарға бай, ағзаны дәруменмен, минералды заттармен, фосфор, магний, калий, кальций элементімен байытады. Қызылша. Бұл жеміс жасұнық пен органикалық қышқылға бай. Ішектегі шлакты, токсинді тазалау үшін қызылша жеуді әдетке айналдырыңыз. Әсіресе бауыр ауыратын науқастарға керемет дәрі екенін біліңіз. Одан бөлек ағзаға күш беріп, қан қысымын қалпына келтіреді. Қатерлі ісік ауруларымен күресіп, буын ауруларының алдын алады. Әрі артық салмақтан арылтады. Көкөністің құрамындағы минералдар мен химиялық заттар ағзаның инфекцияға қарсы күресу қабілетін арттырады. Қан мен бауырды тазалайды. Балдыркөк. Бұл жеміс қанды тазалайды. Несеп жолдарының жұмысын жақсартады. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Бүйректі аурудан қорғайды. Оған қоса асқазан ас қорыту жүйесінің жолдарын тазартып, ағзаны улы заттардан тазартады. Пияз. Бұл көкөніс ішекті тазартады, әрі тері арқылы ағзадағы токсиндерді шығарады. Тамаша антисептикалық қызмет атқаратын аталған көкөніс бактериялық саңырау құлақ және вирустық аурулардан қорғайды. Пияз ішектің жиырылуын арттырады, астың қорытылу процесін жақсартады. Үнемі тұтынсаңыз, қан қысымын тұрақтандырады, әрі қан тамырларының серпінділігін арттырады. Қырыққабат. Қырыққабат бауырды тамаша тазартады, ішектің жиырылуын арттырады, ағзадағы зиянды заттарды шығарады. Құрамындағы күкірт денедегі зиянды заттарды жоюға көмектеседі. Бұл көкөністі жиі жесеңіз, денедегі ауыр металды шығарады, дәрумендерді синтездеуге ықпал етеді. Ішек флорасының жаңарылуына және ағзаның жаңа бактерияларының орналасуына ықпал етеді. Қырыққабатта ішектің жұмысын ынталандыратын және оны тазалауға көмектесетін диеталық талшықтар көп. Сонымен қырыққабат темекі түтінінің ағзаға бейтараптандыруға мүмкіндік береді. Сарымсақ. Сарымсақ құрамында токсиндерді бейтараптандыратын және аққан жасушаларының қалыпты күйін сақтайтын аллитин бар. Бұл көкөніс тыныс алу мүшелерін тазартады, қанның жаңарылуына ықпал етеді. Сонымен қатар никотинді денеден шығаруға мүмкіндік береді. Сондықтан темекімен қоштасқысы келетіндерге сарымсақ жеуге кеңес береміз. Аталған көкөніс дәрумендердің, минералдардың, қышқылдардың, фитонцидтердің, азоттың және күкіртті заттардың қайнар көзі болып табылады. Ал құрамындағы глутатион бауырдың құрамындағы зиянды заттарды сіңіріп, оларды жойып, өт қышқылдарымен бірге денеден шығаруға ықпал етеді. Лимон. Ағзаны тазарту үшін лимон шырынын ішу керек. Бұл жүрек пен бауырдың жұмысын ынталандырады, тастың болуына жол бермейді. Құрамындағы С дәрумені жүрек тамыр жүйесіне пайдалы. Лимон ағзаның пайдалы ферменттерінің өндірісін белсендіруге, сондай-ақ токсиндердің суда еритін түрге айналуына ықпал етеді. Осының нәтижесінде ағзадан тезірек шығады. Лимон шырынында қатерлі ісікпен күресетін 20-дан астам заттар бар. Сонымен қатар оны үнемі тұтыну дененің қышқылын қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Қызанақ. Бұл жемісте жасушалардың тотығуына жол бермейтін ликопин бар. Қызанақты үзбей жеу майларды тез ыдыратуға және оларды қорытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өт бөлінуін ынталандырады, өкпені тазартады. Аталған көкөніс жүрек пен қан тамырларды қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Сондай-ақ көзіңіз көру өткірлігін жақсартуға және тіс пен сүйекті нығайтуға көмектеседі. Антидепрессант қызметін атқаратын көкөністің құрамында керамин көңіл күйді жақсартады, ал шырыны қанның ұюына жол бермейді, бүйрек пен өт қабына тас жинамайды.
Райхан хош иісті бұл шөпті классикалық капресс салатын, песо тұздығын және басқа да көптеген дәмді тағамдарды дайындау кезінде қолданады. Жұпар аңқыған иісімен ерекше дәмі тағамды түрлендірумен қатар тәбет ашатындай тәтті етеді. Ал ем ретінде қолданған кезде физикалық және жүйке жүйесіне түскен салмақты жеңілдетеді. Ағза мен тінді ластанудан қорғайды, токсиндер мен улы заттардан тазалайды. Тамағына, салатына үнемі райхан қосатындар қант диабеті ауруына шалдықпайды, әрі қан қысымы қалыпты жүреді. Жалбыз. Сіздің басыңыз, буыныңыз ауырса, онда жалбыз қосылған шай ішіңіз. Антисептикалық қасиеттерге ие жалбыз ерітіндісі ауыз қуысын сергітіп қана қоймайды, сонымен қатар тіс пен қызыл иектің ауруларын алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ іштің ауруы мен шаншуында керемет басады. Тіпті жүйке жүйесінің мәселесін шешіп, жүрегіңізді тыныштандырады. Егер қатты ашуланып бойыңызда ыза кернесе, онда жалбыз қосылған ваннаға түсіңіз. Сол заматта ақ тамаша нәтижесін байқайсыз. Сәлбен. Бұл өсімдіктің биохимиялық құрамы көптеген ауруларға ем болады. Нақтырақ айтқанда, қызыл иектің және тамақтың қабынуын үнемдейді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бауыр жасушаларын қалпына келтіреді. Ішекті ынталандырады және иммунитетті жақсартады. Ол үшін сәлбен қайнатпасын ішу керек. Көптеген кісілер шаш күтімі үшін де сәлбен қайнатпасын пайдаланады. Ақжелкен. Ең қолжетімді өсімдіктердің бірі болып табылатын ақжелкен өкпе, бауыр, ұйқы без ауруларына ем болады. Оған қоса несеп жыныс жүйесінің қызметін қалыпқа келтіреді. Беттегі қара дақты ағартып, сепкілдерді кетіреді. Аскөк. Тағамға ерекше дәм және әсемдік беретін аскөк жаңа туған нәрестелердің іші желденген кезде таптырмайтын ем болады. Өсімдіктің ішек жұмысын қалпына келтіретін, ана сүтін көбейтетін қасиеті бар. Сонымен қатар тыныс алу және несеп жыныс жүйесінің жұмысын жақсартып, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы болды деген ниеттеміз. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Бізді қолдап жүріңіздер және WhatsApp желісі арқылы достарыңызға таратыңыз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.